Hürmetli toyga jinalan halklar, dostlar, tutanlar, şekatlar. Bugünkü Galımcan'ın 60 yaşına tolgan toyu kutlu olsun. Densallığı zor olsun. Kosağım men kosağarım baxtlı ömür sürsün degen bakımda. Men ajemim, anamım, baxtlımım, konamım. Toy aşık, toydu жақсылап өткізіп, көңілді отбасыларына оралыңдар деген bakımda. Балам Ғалымжанның ең жақсы көрген халқы перзенті, ұлым бақытты өмір сүрсін, бақытты өмір сүріп келе жатыр Алланың арқасында. Одан да бәрі қазақ халқының ең таңдаулы халқы болып бақытты өмір сүре беріңдер. Қазақтың атын шығара беріңдер. Қазақ халқы қандай халық екенін дамытып жалғастыра беріңдер деген тілегім бар. Ғалымжанның денсаулығы зор болсын, мақсаты айқын болсын, жүзі жарқын болсын. Менің берген тілегім қабыл болсын. Аумин ағам, айтқанымыз келсін. Сол жұмысты бәрі Ғалымжан ағам келіп жасап жүрміз. Үлкен делегациялар шетелден келген good evening деп әдемдеп қарсы алып жүрміз, бәрін көрсетіп жүрміз. Рахмет сізге, үлкен рахмет. Аумин, құттықтарыңыз мінекей періштелердің құлағына шалсын. Ары қарай жалғастырайық. Кәнекей, кімнің жолы өткен, кімге микрофон сынайын? Апалар, келіңіздер. Уважаемые, дорогие гости, друзья Ғалымжана, сегодня большой праздник. Ғалымжан, он любимый наш, мой племянник. Он родился в семье педагогов, он воспитанный. У него авторитет, как вы знаете. Мы его любим. После Райхана и Раушана родился Ғалымжан. Мы очень в то время, 60 лет тому назад, были очень рады, что наконец-то пришел Мурагер Жолдаспаева. Мы все педагоги. Вот мать, которая стоит около меня, моя сестра, заслуженный учитель Казахского СССР. Мы все педагоги. Я очень рада. Я приехала в Шымкент всей семьей. Галек, Дамиля, мы вас любим. Вы хорошая семья, очень счастливы и будьте дальше счастливыми. Я помню, 60 лет тому назад я была на втором курсе в Черкесии. Тогда молодая студентка от радости поехала в город Шанянь, что родился наш любимый Галек. Мы до сих пор его называем Галек. Он для нас маленький, удаленький, красивый, симпатичный, умный бизнесмен. Дай я тебя поцелую за лоб, за лысый лоб. У хорошей семьи хорошие друзья. Я уже третий раз вижу друзей Ғалымжана, что он среди своих друзей имеет большой авторитет. Мы вот приехали из Шымкента, его Балилер, как называют? Балилер. Неспев, Мухтар из Шымкента приехали, Баушан, Бота, Нуркен. Да, мы все от радости приехали, кто на самолете прилетел, кто на поезде, кто на конях. Ат-Терлет где такой. Бақшан, анасы бар, адамдар қарт емейді. Сендер қарт емейсіңдер, себебі анам рядом. А сіз баласы жақсы адамдар қарт емейді. Поэтому вам 86 лет. Аплодисменты. Вот, бұл біздің балаларында жақсы. Райхан, Раушан, Ғалымжан, Венера, Рахымжан. Это счастливая мать, которая живет долго. И всем вам, сидящим, желаю долголетия, как моя сестра, заслуженный учитель Республики Казахстан. Спасибо. Айналайын, Ғалымжан, моя мама тебя очень любила, ты знаешь это. Ты его самый любимый зять был. Они друзья были с моей мамой. Моей маме было 92-93 года, а Ғалымжан ее другом был, подружкой был. Они вместе могли 50 грамм выпить. Свой мам, Ғалымжан мог взять 2 бутылки коньяка и прийти. Тетя Гуля, моя мама, открывала дверь, они обнимались, друг друга
поздравляем со всеми праздниками. Айналайын Гаужан мерейтойың құтты болсын. Мынау енді орта жасқа келіп қалдым. Әрі қарай енді 60 жаста тоқтамай, 70-80-ді санамай, 90-нан 100-ге асып, одан да менің мамам айтады, 120 жасай деген. Сондай 120 жаса. Қыздармен бірге. Моя любимая, бақытты болыңдар. Сендер үлгілі семьясыңдар. Ұл қыз тәрбиеледіңдер. Ұлды ұяға, қызды ұяға қондырдыңдар. Осы өмірдің талай жақсы қызықтарын көрдіңдер. Соның бәрі Алла тағаланың сіздерге қарасқанын деп білемін. Сіздер ер азаматты, үлкенді кішіні сыйлауды білетін азаматсыңдар. Достарыңызбен өте жақсы қарым-қатынастасыңдар. Соңында білемін. Осы сіздер осындай өнегелі семья болуларыңызға мен өте шаттанып, мақтанамын. Денсаулықтарың мықты болсын, осындай мықты семья, бақытты семья болыңыздар. Енді мына мамамды поздравить етейік. Мына ұлына осы дүниеге осысы правильно же? Зор денсаулық, бақытты болыңыз. Одан тағы жақсылықтан көре беріңіз. Мен бақытты әжемін деп естірген. Бар жақсылығының бәрі осы бұл қабылдағымыз. Ауминова, үлкен рахмет сізге тілінеге керемет тілектер. Сізге де үлкен рахмет. Спасибо большое за искренние слова поздравления. Рахмет бәрімізге де сіздің жасыңыз жылысты болсын. Сіздің бақытыңыз бақытты анамы. Қолдап қойыңыздар. Тағы да бір анама арнайы. Тағы да бір тілек әлемей. Құрметті қонақтар, бүгінгі мынандай керемет тойға қош келіпсіздер. Ғалымжан осыдан 60 жыл бұрын өз елімен нағашы жұртын қуанышқа бөлеп, бір керемет қуанған шақта, міне соның өзіне 60 жыл өтіп, Ғалымжан да ата болып, құда жекжат тартып, үлкен егде жасқа келіп, бүгінгі мынандай жасы құтты болсын. Егде жас дейді бұл әлі, қартайған емессің. Қарттыққа әлі талай уақыт бар, жасың ұлғая берсін. Жаңа үлкен апалар айтып жатыр ғой ма? Баталары қабыл болсын. Әр уақытта осындай досы көпті жау алмайды дейтін отырған достарының арқасында, ата-ананың қуанышты туған туысқандарының арқасында осындай құрметке бөленіп жүре бер. Әр уақытта жолдарың ашық болсын. Бұдан да ары шықпаған биіктерге шыға беріңдер. Дендерің сау болсын. Енді өздерің шықпаған биіктерге ұлдарың, қыздарың, немерелерің шыға берсін. Барлық елді де көріп жатсыңдар ұлды қыздың арқасында. Мына сондай биіктер тек қана осы отырған көпшіліктің бәріне жұғысты болсын, той-тойға ұлассын. Немерелердің үйлену тойларында осы көпшіліктің барлығы бірдей бас қосып тойдан жолғысын. Алла соны нәсіп етсін. Аумин. Айтқаныңыз келсін. Үлкен рахмет сіздерге. О құдірет, не берсек те арнап бер, алда болуын еді қармақ бер. Бақыт берде сол, бармақтай бақыты бас, бірақ құдіретті салмақ бер. Үлкен рахмет сіздерге баталарыңызға. Мінекей тойымыздан толықтай сый қабыл алыңыздар. Алла тағала нәсіп етіп, дұрыс айтасыз, 60 деген ол тал түс деп айтады ғой енді. Ағам әлі жас, ағамның үлкен белестері, үлкен жеңістері әлі алда. Мен жанында жүрмін ғой, білемін ғой мен. Рахмет сіздерге. Естелікке суретке түсіп қояйық. Тойымыздан толықтай сый қабыл алыңыздар. Аға мен жеңгем апаларды ортаға алыңыздар.